Расында әйел адам өзінің күйеуіне тыныштық сыйлаушы дейді. Ұрпақ мәселесі кетіп отыр ғой бұл жерде. Жәннаттың қай бір есігінен қаласаң содан кір деп. Сенің мынау өмірге келетін бала шағаң неме болады дейді. Шайтанға бір олжа болады. Сөйтіп ол жаңағы ізгі келген ұрпақ өзінің бала шағасын саған дұға тілеуді үйретеді. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля расулихил карим ашрафил анбияи вал мурсалин хабибина ва шафи'ина Мухаммадин Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма алимна ма янфa'на анфa'на бима 'алламтана ва зидна илман ва фиқхана qurban ilayk. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті момын мұсылман бауырлар, құрметті жамағат. Біздер отбасы құндылық мәселесінде кітабымыз бастаған едік, кіріспесіне кірдік. Енді қазір бір аят, Құран аятындағы шағын мәселелерге тоқтап кетсек иншалла. Бұл жерде Алла Тағала алдында да бұл аят келді, бірақ мына жерде ашық айтты, кішкене осы аятта. Алла Тағала Құран Кәрімде айтты: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва мин аятихи ан халақа лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Алла Тағаланың белгілерінің бірі ол сендердің өздерінен жұбайлар жаратты деді. Алла Тағаланың белгілерінің бірі ол сендердің өздерінен жұбайлар жаратты. Және сол сендердің араларыңда, екі жұбайлардың арасында сүйіспеншілік пен махаббат орнатты деді. Расында осы нәрселерде ойланатын қауымға, яғни пікір алатын қауымға сондай бір белгілер бар деді. Яғни бұл біздердің жұбайларымыз, біздердің әйелдеріміз, ол біздердің өзіміздің Адам алейхиссалам мен Хауананы қалай Адам алейхиссаламның қабырғасынан жаратса, бір жұбайларымыз да біздің бір бөлшегіміз екеніміз айтып тұрады. Енді ол осы аятты ғұлама айтады: "Фазаужату таскуну иля заужиха ва раджулу яскуну иля заужатихи ва иля хадихи ал-алақати ал-матина юширу қаулуху та'ала хунна либасун лакум ва антум либасун лахун." Бұл жерде айтып тұрған нәрсе дейді, расында әйел адам өзінің күйеуіне тыныштық сыйлаушы дейді. Тыныштық сыйлайды дейді. Ал күйеуі өзінің әйеліне ол сүйеніші дейді. Әйелдің сүйеніші ол күйеуі, ал әйелі күйеудің немесі болады, тыныштығы болады екен. Бұл сондай бір Алла Тағаланың берген осы бір байланысы, берік байланыс дейді. Басқа бір аятта Алла Тағала немеге нұсқайды дейді: "Хунна либасун лакум ва антум либасун лахум." Сендер бір-біріңе киім секілдісіңдер дейді. Киімсіңдер дейді. Яғни киімсіз жүрсең әуретің ашық, ұятсыз ғой, сол секілді, яғни бір-бірлеріңнің сүйеніш, бір-бірлеріңе бағыт бағдар беретін сондай бір киім ретінде Алла Тағала мысал келтірді дейді. Енді айтып жатыр: "Хулиқатил мар'ату литакуна заужан яскуну илайха заужуха." Әйел адам өзінің күйеуіне тыныштық сыйлаушы әйел болып жаратылды дейді. "Ва яджиду фиха рахатаху." Және ер адам сол бір әйелден өзінің рахатын табады дейді. Өзінің демалатын бір нәрсесін табады. "Ва таманинатаху." Өзінің бір тыныштығын табады. "Ла литакуна хадиман тудрабатухан." Негізінен әйел адам бір сондай бір ұрып соғылатын, жаңағы зарар көретін бір қызметші ретінде келген жоқ дейді оған. Ол неме болып келді дейді, жаңағындай оған бір тыныштық сыйлайтын сондай бір мықты әйел ретінде келді дейді. "Фалмар'ату тахтажу лизаужи яхмиха ва раджулу яхтажу заужатан яскуну илайха." Сондықтан да неме дейді, әйел адам өзіне қорғайтын сондай бір күйеуге мұқтаж дейді. Оны қорғап, қашанда болмасын оны әлпештеп, сыртынан қорғаштап жүретін дейді. Ал ер кісі өзіне тыныштық беретін әйелге мұқтаж екен. Өйткені
ер адам қай жерде жүрмесін, жұмыспен жүрсін, қай жерде болмасын, әйелі дұрыс болмаса әйелі дұрыс нәрсе істемесе, ол ешқашан да ер адам тыныш болмайды. Ал егер де әйелің жақсы болса, ізгі болса, қай жерде жүрсең де саған тыныштық болады. Сен сапарға шексең де, қанша сапарға шығамыз, жұмыс істейсің, үйде отбасың тәрбиеленіп жатыр, сен тыныш жүре бересің да. Болмаса басқа бір отырыстарға барасың, сен шақырады бір жерге, бірақ отбасыңмен әйел бала шағаң отыра береді, сен олар үшін қатты уайымдамайсың. Неге? Өйткені сенің әйелің бар, ата анаңды қарайды, бауыр қарындастарыңды қарайды. Саған не істейді? Ол тыныштық береді, осы нәрсе. Енді неме дейді? وَالنَّاسُ يَعْرِفُونَ مَشَاعِرَهُمْ تُجَاهِ الْجِنْسِ الْآخَرِ. Адамдар сол бір екі жақ тараптағы болатын сезімдерді біледі дейді. Ер мен әйелдің арасында сезімдер болады ғой, сол нәрсені біледі дейді адамдар. وَتَشْغُلُ أَعْصَابَهُمْ تِلْكَ الصِّلَةُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ дейді. Бірақ сол бір сезім адамдардың жүйкесін келтіреді дейді. Адамдар бір-бірімен сезіммен ойнап, ұрыс керіс болып қалуы мүмкін, түсініспеушіліктер болып қалуы мүмкін. Неме басқа бір адамдардың солдан жүйкесі кетеді дейді. Уайымдайды, басқандай бір нәрсе болады. وَلَكِنَّهُمْ قَلَّمَا يَتَذَكَّرُونَ يَدُ اللَّهِ الَّتِي خُلِقَتْ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Алайда олар дейді, көбі есте сақтамайды дейді. Бұл жаратылысты Алла Тағала жаратқан ғой дейді. Яғни әйелге сол бір ерді берген, болмаса ерге сол бір әйелді берген Алла Тағала емес пе дейді. Олардың сол бір-біріне байланыстарын, екеуін бір-біріне сәйкес келтіруі, ол Алла Тағаланың ісі емес пе дейді. Не үшін сен жүйкені оған жүйкеленіп сыр беру керек дейді. وَجُعِلَتْ فِي تِلْكَ الصِّلَةِ سَكَنًا لِلنَّفْسِ. Негізінен сол бір екі байланыста дейді, ер мен әйелдің байланысында Алла Тағала не істеп қойды дейді, бір тыныштық беріп қойды дейді. Мейлі олар бір ұрыс керіс болсын, мейлі бір түсініспеушіліктер болсын, бірақ та сол әйел, ол жаңағы ер кісіге тыныштық сыйлайтын әйел. Бұл ер кісі сол бір әйелге қорғанышы болатын ер азаматы да түбінде сондай. Байланыстар сондай болып жатыр да бұлардың. وَرُوحَةً لِلْقَلْبِ. Жүректер тыныш дейді олардың. Олар жүректер тынышталады дейді. وَإِسْتِقْرَارٌ لِلْحَيَاةِ. Олардың өмірлері орныққан дейді. Қандай нәрсе болмаса да өмірлері орныққан. وَطَمَأْنِينَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ. Және осы нәрсе ер кісіге де, әйел кісіге де тыныштық береді дейді осы нәрсе. Сондан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде неме деп айтты дейді? وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Сендер өздеріңе бір жақсылық беретін нәрсені қойыңдар дейді Алла Тағала. Соны бір алдыға қарай ілгері жіберіңдер дейді, өздеріңе жақсылық беретін нәрсе. Енді Алла Тағала мынандай нәрсе айтып отыр. Сендердің әйелдерің, сендердің егіншіліктерің. Ол егіншілікке қалай келсеңдер де білесіңдер дейді. Қалай келсеңдер де білесіңдер. Бірақ сол келген кезде егіншілікке бір жақсылықпен келіңдер дейді. Жақсылық нәрсе қалдыратындай, сендерге бір жақсылық болатындай қалдырыңдар дейді. Алла Тағаладан қорқыңдар, расында біліңдер, сендер онымен кездесесіңдер. Яғни Алланың алдына барасыңдар деп отыр да. Және де момын мұсылмандарды сүйіншіліп қуантыңдар дейді. Енді осы аятты имам Ша'рави тәпсірлейді екен. Имам Ша'рави былай тәпсірлейді. قَدِّمْ لِنَفْسِكَ شَيْئًا يُرِيحَكَ وَافْعَلْ مَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Сен дейді өзіңнің нәпсіңді өзіңе деген бір жақсылық іс істе дейді. Сені бір рахаттандыратын, сені бір жақсы іске апаратын нәрсе істе дейді. Сен мына нәрсені істеші дейді. Біздерге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не нәрсе үйреткен? Осы нәрсені істеші дейді. Сағатан тәти хазихи нима тә'тариб мин заужатик. Саған бір күні сондай Алла Тағала бір нығмет береді, сен әйелмен жақындасасың дейді да. Әйеліңе жақындайсың дейді. Ла будда ан тусамми Аллаха ва тақул дейді. Сол әйелмен жақындаған кезде міндетті түрде Алланың атымен баста дейді. Аллахума джаннибни шайтан ва джанниби шайтана ма разақатани. Сол Аллаға сыйынған кезде былай айтасың дейді. Алла Тағала мені шайтаннан сақта, және маған беретін ұрпағыңды да сол шайтанның уәсуасынан сақта деп айтасың дейді да, жақындаған кезде. Ва индама я'тил муслиму ахлаху ва янша валидуху
فَلَا يَكُونَ لِشَيْطَانِ عَلَيْهِ دَخْلٌ. Осылай мұсылман адам істеліп, өзінің әйеліне осылай жақындаған кезде шайтанға кіретін есік болмайды дейді сол кезде. Шайтан кіре алмайды осы нәрсеге дейді. لِأَنَّكَ سَاعَةً إِسْتَبَتَّهُ زَرَعْتَهُ ذَكَرْتَ الْمُنْبِتَ وَهُوَ اللَّهُ. Сен өйткені әйеліңе жақындайтын уақытта не істедің дейді? Сен Алланың атымен бастадың дейді. Сен жаңағы дәнді егесін, ары қарай өсіруші ол процесті кім істейді ары қарай? Алла істейді дейді. Сен соған сыйынып жатсың дейді, Аллаға сыйынып жатсың дейді. وَمَا دُمْتَ ذَكَرْتَ الْمُنْبِتَ الْخَالِقَ فَقَدْ جَعَلْتَ لِبْنِكَ حَصَانَةً أَبَدِيَّةً. Осылайша сен қашан Алла тағаланы еске алып, әйеліңе өйстіп жақындаған кезде, Алла тағала сенің сол бір келер ұрпағыңды бүкіл шайтанның уәсуәстарынан, жамандықтарынан мәңгілікке сақтап қояды дейді. Біз білеміз, әйеліңе жақындаған кезде Алланың атымен бастамасаң, осындай дұға, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен дұғамен бастамасаң, кім болады? Ана жерде шайтан болады да. Сен ол жерде ұрпақ мәселесі кетіп жатыр ғой бұл жерде. Бұл айтып жатыр да, сен бір жақсылық нәрсені қалдыршы деп жатыр ғой осы аятта. Жақсылық нәрсе деген сен ұрпағың деген мәселе. Енді бізге қазір осы ұрпақты түсіндіреді. Ол ұрпақ деген қандай нәрсе? وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذي ينسى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين. Егер сен осы бір Аллаға сыюыңды ұмытсаң, әйелмен қосылған кезде Алланың есімін атауды ұмытып кетсең, дұғаларды ұмытып кетсең, сенің мынау өмірге келетін бала шағаң неме болады дейді? Шайтанға бір олжа болады дейді. Шайтанға олжа болып кетеді дейді. Сондықтан сен осының алдын, соның бәрін қорған қылып алып, Алла тағаладан дұға тілеп кіресің дейді. وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ قَدِّمُوا لَهَا مَا يُطِيلُ أَمَدَ حَيَاتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ فِي الْحَيَاةِ. Осы قَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ өзіңе бір жақсылық нәрсені қалдыршы деген кезде, сенің осы өміріңнің ұзақтығы, сенің амалдарының ұзақ болуы, сенің осы бір жақсы ізгі істер қалдырып кетуіңе бұл себепкер болады дейді. لِأَنَّكَ عِندَمَا تُقْبَلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بِنْيَةَ إِنْجَابِ الْوَلَدِ. Өйткені сен сол бір осы бала әкелу мәселесіне келген кезде, бала шығады ғой. Сол бір мәселеге келген кезде, تَذْكُرُ وَتَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَيَنْعِمُ عَلَيْكَ الْخَالِقُ بِالْوَلَدِ صَالِحٍ. Сен Алла тағаланы еске алдың, сен шайтаннан пана тіледің, сөйтіп саған Алла тағала ізгі салихалы ұрпақ береді. هَذَا الْوَلَدْ يَدْعُو لَكَ. Сол бір ізгілі ұрпақ саған не істейді дейді? Дұға тілейді дейді ол саған. Әкесі үшін, анасы үшін ол дұға тілейді. Жақсы дұғалар тілейді. وَيُعَلِّمُ أَوْلَادَهُ أَيَدْعُوَ لَكَ. Сөйтіп ол жаңағы ізгі келген ұрпақ өзінің бала шағасын саған дұға тілеуді үйретеді дейді. Сен ата боласың, немерелерің келеді, сол бір немерелерін, мына сенің балаң немерелерін айтады, осындай атам бар, апам бар, оған осылай жақсылық тілей, дұға тіле деп, сол өзінің балаларына үйретеді дейді. وَأَوْلَادَهُ يَدْعُونَ لَكَ. Сөйтіп сол бір немерелерін, яғни баланың балалары саған дұға тілейді дейді. وَتُذِلُّ الْمَسَلَةَ مُسَلْسَلَةً فَلَا يُنْقَطِعُ عَمَلُكَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. Сөйтіп бұл мәселе цепочка болып кете береді дейді. Цепочка болып кете берген кезде сенің жаңағы амалдарың бөлінбейді дейді. Кесіліп қалмайды. Ол амалдарың қашанға дейін барады? Қиямет қайым тұрғанға дейін барады дейді. Қайда мәселені қайда алып келіп жатыр да? Негізі мына жақтан бастағанымызда егін егу мәселесі. Ойлайсың негізі жақындау деген не мәселе керек ол жерде? Әйеліңе жақындауда қандай бір нәрсені көтеру керек деп ойлайсың да? Көтерді, кет. Жоқ. Сен дәнді еккен кезде дейді, қашан Аллаға сыйынып барып, сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде қалай кесе, солай ексең, ол бір ұрпағың сенің шайтаннан сақталады өсесің. Ол ұрпағың өзінің ұрпағына үйретеді. Ол ұрпақ, ол одан кейінгі ұрпаққа үйретеді. Сөйтіп басында кім тұр? Басында мына жақта бір әкесі тұр, атасы тұр. Оның атасының атасы тұр, Сөйтіп ол нәрсе қияметке дейін барады дейді. Сонда сенің мүмкін бір 60 жыл өмір сүресің, мүмкін 70 жыл өмір сүресің бұл өмірде. Сөйтіп бұл өмірден кетіп қаласың, бірақ амалдарын 60-70 жылға емес, қияметке дейін барып жатыр да.
Сен амал дәптер тоқтамайды ғой, иә. Адам болды, өмірде сүрді, 70 жыл өмірден кетіп қалды. Амал дәптер қалады да, ол амал дәптер. Не үшін біз келеміз ата апамызға, әке шешемізге құран бағыштаймыз, ол кісінің атынан садақа береміз, ол кісінің атынан қажылыққа барамыз, бәдәл істейміз, умара істейміз. Ол не деген сөз? Артынан сауап барып тұрады. Дәл сол секілді сенің ұрпағың осындай ізгі салиқалы болса, сенің де артыңнан амалдар қалмайды, амалдар еселеніп келе беретін болады. Одан кейін Алла Тағала мынандай бір мәселені қозғайды. Афто ба'дукум иля ба'д. Яғни ва кайфа тахудунаху ва қад афто ба'дукум иля ба'ди ва ахазна минкум мисақун ғализа. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, қалайша сендер оны аласыңдар, шынында сендер бір-бірлеріңе жақындағансыңдар. Және олар сендерден үлкен ауыр уәде алып қойған дейді. Бұны қазір ашады. Ядау al-Qur'anul fi'la afto bila maf'uli muhaddad yadau al-lafzu mutlaqun yushi'u ma'anihi la yaqifu 'inda hududil jasadi wa ifto'atihi bal yashmalu al-awatifa wal mashaa'ir. Осы жердегі дейді, Құран авто, яғни жақындау деген мәселені қозғап жатыр дейді. Авто, жақындау. Бірақ осы бір авто дейтін сөзге Алла Тағала бір мағынаны қалдырмаған дейді. Тек қана бір мағынаны бермейді бұл. Бұның мағыналы көп дейді, авто деген. Яғни бір-біріне жақындау деген мәселеде, бұл жақындау деген сөздің мағыналары көп дейді Алла Тағала. Соны ғұламалар әкеледі. Бұл бір денеге жақындау, болмаса басқандай бір нәрсе емес дейді. Бұл бүкіл нәрсені қамтып келеді. Яғни сезіммен, сондай бір махаббатпен болатын бүкіл нәрсені жақындауды қабылдайды дейді. Фафикулли ихтилажати хуб. Әрбір жүрек соғысы, жүрек лүпілі болатын нәрсе ол авто дейді. Адамдар арасында бір-біріне жүрекпен, сезіммен болатын, лүпілдейтін нәрсе ол авто дейді. Ол жақындау дейді. Вафикулли назратин уиддин. Әрбір жылы қарау, қабағымен жылы қарау ол авто дейді. Ол да неме? Жақындау дейді. Вафикулли ламсати жисм. Әрбір бір денемен бүйтіп тиіп қалуы, ол да авто дейді. Ол да бір жақындау дейді. Вафи иштиракихима фил алами вал амали ифто. Және әрбір осы өмірде болатын қиыншылықтар мен үміт бар ғой, қояды ғой, бірге қиыншылықта боламыз. Одан кейін бір үміт, мақсаттар бар, бірге сол мақсаттарға жетеміз деген мәселе бар ғой. Оны да ифто дейді. Авто деп осы аятта келеді. Ол да бір жақындау дейді. Яғни бұл сезім, махаббат деген мәселе бұл бір сөзде ғана тоқталып қалатын нәрсе емес екен. Ол үлкен мәселе екен. Яғни осы жерде үлкен бір мәселелер жатыр екен. Енді бір келесі мәселесі ва яқулу та'ала лахунна ва лахунна мисл лази алейхинна бил ма'руф. Әйел адамдардың сендерге қандай бір құқықтары болатын болса, олардың да сендердің де олардың алдындағы бір құқықтары бар дейді. Яғни ерлі-зайыптылардың бір-бірлерінің алдында құқықтары бар. Яғни бұл жердегі әйелдерде де құқықтары бар деген нәрсені айтып жатыр Алла Тағала. كثيرة هي النصوص التي تشدد على حق الزوجة على امرأته حتى قال الحبيب المصطفى لا أمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Көптеген осындай бір аяттар келеді, не болмаса көптеген осындай бір сөздер келеді, күйеуінің әйелге деген құқығын қаттылатады дейді. Қатты бір құқықтар келеді дейді. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай нәрсе айтып кеткен дейді. Мен ешкімнің ешкімге сәжде еткенін әмір етпеймін дейді. Алайда егер біреуге сәжде ету керек болатын болса, әйелді өзінің күйеуіне сәжде еткізер едім дейді. Осы нәрсесімен бәл хасса набиюл худа ал мар'ата ва ин зулимат
أن تصبر ولا تذوق نوما حتى يرضى زوجها ويذهب ما في نفسه. Осы нәрседе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелдерге осындай бір үлкен насихат айтып жатыр дейді. Тіпті әйелге не деп жатыр дейді? Егер де саған зұлымдық жасалса да, күйеу жағынан бір ақысын жеп қойды күйеуі, болмаса бір басқандай бір зұлымдық жасалса да, сен солған сабыр ет деп жатыр да әйел адамға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сабыр ет, тіпті неме дейді, күйеуің сенен разы болғанша ұйықтама дейді да, көз ілме дейді. Яғни әйел адамның күйеу алдындағы міндеттері болмаса, оның күйеуі разы болуы, ол бізде осы мұсылмандар арасында негізі үлкен бір ғибраты бар екен. Тіпті ولم يكن هذا العطاء من المرأة الصالحة ليذهب سدى فقد وعدت في مقابله برضا الله ودخول الجنة من أي باب شاءت. Негізі осы бір Алла тағаладан берген осы нығмет дейді әйел үшін. Ол бір жай ғана нәрсе емес дейді. Оған бүйтіп сабыр етіп, ақысы желініп, ол нәрсе емес дейді. Бұл жердегі мақсат неме екен? Себебі Алла тағала уәде етіп қойған дейді. Егер де әйел адам күйеуіне сабыр етіп, ол разы болмай ұйықтамаса, Алла тағала неме дейді? Жәннаттың қай бір есігінен қаласан содан кір деп айтты дейді. Бұл жерде Алланың разылығы жатыр дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисіне неме деп кетті? إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, егер де әйел адам намазы, 5 уақыт намазы бүтін болса, ораза айында, Рамазан айының оразасын ұстайтын болса, өзінің ұятты жерін, арын сақтайтын болса, күйеуіне итағат етсе, оған Алла тағала айтады, қай бір жәннатта есігін қалайсың содан кір деп айтады дейді. Сондықтан бұл әйел адамға мотивация беретін, болмаса бір үлкен бір осы діндегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үгіттеуі екен. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود التي إذا ظلمت قالت هي هذه يدي في يدك لا ذوق غمضا حتى ترضى деп айтады екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні неме дейді, сендерге жәннат иелері болған әйелдер туралы хабар берейін ба деп айтты дейді. Сол жәннатта болатын әйелдер туралы айтып берейін ба деп айтты. Сол кезде айтып беріңізші деп айтқан кезде, олар сондай күйеулеріне шынайы махаббат қойған, көп бала табатын, қарапайым болған. Егер де оларға бір зұлымдық жасалса, олар неме дейді? Өзінің күйеуіне, міне менің қолым сенің қолыңда, сен разы болғанша мен көзімді де ілмеймін деп ұйықтамайды дейді. Осындай бір әйелдер, олар жәннат иелерінен деп айтады. Яғни әйелдерге неме екен? Алла құзырынан істелген сондай бір жеңілдіктер көп екен. Басты жеңілдік неме екен? Сол бір күйеуі ол кісіден разы болса, соған бір күйеуінен дұрыс қызмет ете алса, әйел жеңілінен жәннаттық болып кете алады екен. Сондықтан да иншалла біздерге де қарау керек мәселе, сол бір құқықтарымыз жемей, әйелдеріміз біздерге разы болып, біздер әйелдерімізге разы болатын болсақ, иншалла Алла тағала сол бір қалаған жәннатына кіргізеді екен.